Армысыздар достар, Hi Friends, сіздердің назарларыңызда ағылшын тілін мотивациялық сөздердің көмегімен үйрететін English Plus Motivation авторлы жобам. Бүгін 7-ші сабақ, сонымен ағылшын ақыл сөз. Try to be a rainbow in someone's cloud. Қазақша баламасы біреудің бұлтында кемпір қосақ болуға тырыс. Бұл енді тура аудармасы. Қазақша қандай баламасы бар екен, өздеріңіз пікір ретінде жазыңыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін әр сөзге жеке тоқталайын. Try деген тырысу, талпыну. To be болу. Дегеніміз бұл белгісіз артикль, қазақ тіліне аударылмайды. Rainbow дегеніміз кәдімгі кемпір қосақ, түрлі түсті кемпір қосақ. In дегеніміз бұл preposition, яғни қазақ тілінде жалғау, да, де, та, те деген. Someone деген, someone біреу. Ал мына жерде дәйекше арқылы s әрпі тұр. Бұл кезде біреудің, яғни дің ілік септік болып тұр. Someone's біреудің. Cloud дегеніміз бұлт. Құрметті достар, осы бейне жазбаны алғаш рет көріп тұрған адамдар болса, өзімді толық таныстыра кетейін. Менің аты жөнім Ернат Мелсұлы. Мен ағылшынша тіл сындыру кітабының авторымын. Бұл қысқа мерзімде тиімді тәсілдермен ағылшын тілін өзіміздің ана тіліміз қазақ тілі арқылы үйрену құралы. Осы оқу құралын аламын дегендер болса, осы бейне жазбаның астына пікір қалдырып тапсырыс бере аласыздар. Бағасы бар болғаны 3500 теңге тұрады. Алсаңыздар еш өкінбейсіздер. Құрметті достар, енді бүгінгі нақыл сөзді тағы бір қайталайық. Try to be a rainbow in someone's cloud. Біреудің бұлтында кемпір қосақ болуға тырыс. Ескерте кетейін тағы бір. Бұл тура аудармасы. Тура аудармамен беріп тұрғаным, мынау әр сөзді сіздер тура ағылшын тілінде түсінсін деп тұрмын. Ал егер қазақша әдемі бір мақал мәтел немесе бір нақыл сөз болса, пікір ретінде жазып қалдырыңыздар. Құрметті достар, осы бүгінгі бейне сабақты ұнатсаңыздар, ұнатуға лайк деп тапсаңыздар, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер, таратыңыздар, осылай маған қолдау көрсетіңіздер. Сіздерге табыс тілеймін. Good luck!